сөзбен, жақсы сөзбен жөн көрді. Сондықтан әрқайсы топтан бір оқушыдан өзіме алғыс айтамын әдісі бойынша бір тілек айтса, өзіңе не үшін алғыс айтасың? Мына топтан бастайық, иә? Сіздердің өзіме алғыс айтамын, ақырынан сыйлаған үшін. Өзіме алғыс айтамын, ақырында сыйлаған үшін. Өзіме рахмет айтсам, өйткені өз достарыма көмектестім. Мен өзіме алғыс айтамын, осы тоқсанда осы уақытқа дейін көптеген жерге жетістік және өз еңбегімді сіңіріп. Жақсы, өте жақсы беріп жарайсың. Сендердің топтардан өте жақсы, рахмет. Енді қандай сабақты өттік? Қарақат ручканы қандай сабақ өттік? Активтер деген тақырыпты өткен едік. Қазір телефондарыңызды алып, әрқайсы өздерінің телефондарыңызды алып, Borkol предложениесі бойынша мен осы ссылканы кіреміз. Мына ссылкамен кіріп, тез тапсырманы орындаймыз. Жүйеге берілген тапсырма. Яғни сендер активтер тақырыбының қандай меңгергенін білу үшін ссылкамен кіреміз және тапсырманы орындаймыз. Орындап болсақ, онда телефондарымызды қоямыз. Телефондарды қойып, келесі енді сендердің алдыңа қазір балдар жеміс жидектерді қоятын боламыз. Жаңа тақырыпты түсіну үшін алдымен жеміс жидектер не үшін беріп жатқанын түсінуіміз керек балдар. Қалай өреміз балдар? Бұл жеміс жидектердің құрамында қандай заттар бар? Дәрумендер болуы мүмкін ба? Микроэлементтер болуы мүмкін ба? Бағда бір жауапты айтып жатқан еді. Өздері балдарда лимонның дәмі қандай? Жесе қандай болады? Қышқыл. Сонда алманы жеген кезінде не болады? Қышқыл дәмі бар ма? Жаңа қышқыл дәмі болады. Балдар, келесі әдісті мен ашайын. Ойланып көрейік, не үшін бізге бұл заттардың барлығы берілген. Қараңдар, алдарында не тұр балдар? Жеміс жидектер. Нақты айтатын болсақ, алма, мандарин, апельсин және киви бар. Және балдар, ойлап көрейікші балдар. Мысалы, құрттың құрамында не болуы мүмкін? Тұз бар, тағы да кальций бар, элементтер бар. Тағы да қараңдар, айранның дәмі қандай? Тәтті ма? Қандай дәм береді? Келесі бізде тор және сүт өнімдері болып табылады. Демек бүгінгі тақырыбымыз қалай деп ойлаймыз? Дәмі қандай? Лимонның дәмі қандай? Қышқыл. Сондықтан бүгін біздің тақырыбымыз қандай екен? Қышқылдар. Өте жақсы. Бүгін біздің тақырыбымыз қышқылдар. Яғни қышқылдардың қасиеттерін білу үшін біз міндетті түрде зертханалық жұмыстарды жасайтын боламыз. Түсінікті, иә? Енді балалар қышқылдар деген тақырыбын тыңдаңызшы. Қышқылдар деген тақырыпты 7 сыныпта негізі өттік, иә? Бір қаралап өтейікші балалар. Қышқылдар дегеніміз не? Қышқыл деп қандай заттарды қышқыл деп атаймыз? Құрамында қандай болады? Құрамында не болады? Құрамында көркем айтылады. Құрамында сутектер, қышқыл бөліктері. Тағы қалай білеміз? Құрамында қышқыл, сутегі және қышқыл қалдығынан құралған қандай жай зат па, күрделі зат па? Күрделі зат не деп атаймыз? Қышқылдар деп атаймыз. Бүгінгі бізге оқу мақсатымыз қышқылдардың жіктелуі, қасиеттері, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын дәрі-дәрмектерін құрастыру болып табылады. Яғни қышқыл дегеніміз не екен? Қышқыл дегеніміз сутегі атомы, яғни қараңдар, сутегі атомы
және қышқыл қалдығынан құралға күрделі қосылыс. Мысалы айтатын болсақ, мына қандай қышқыл болды? Иә, келесі күрт қышқылы, келесі қосқыр қышқылы. Иә, жақсы жарайсың балдар. Енді балдар, оттегінің сутегі қышқылдардың құрамындағы оттегінің бар жоқтығына байланысты қышқылдар нешеге бөлінеді? Қандай? Оттекті және оттексіз. Қазір қараймыз. Өте жақсы. Оттегі атомына байланысты қандай болып бөлінеді екен? Оттекті және оттексіз болып бөлінеді екен. Бірінші қандай қышқыл болды? Оттекті қышқыл неге өйткені құрамында оттегі бар. Так, кейін алдан қышқылдың аты қандай? Келесі. Күрт қышқылы, келесі көмір қышқылы, одан кейін қосқыр қышқылы және қосқыр қышқылы деп атаймыз. Мына өздерің көріп отырғандай оттексіз дегеніміз құрамында не болмайды? Оттегі болмайды деген сөз. Демек мына тұз қышқылы, келесі сутек фтор, келесі натрор және H2 күкірт қышқылдары болып табылады. Түсінікті, иә? Так, енді атомына байланысты нешеге бөлінеді? Қандай? Өте жақсы. Неге? Өйткені құрамында егер бір ғана сутегі болса, ол қандай болады? Бір негізі. Егер құрамында екі болса, екі негізі. Егер құрамында үш сутегі атом болса, ол бізде үш негізі қышқыл болып табылады екен. Жарайсыңдар. Мына қышқылдардың енді қасиеттерін біліп кетейік. Қышқылдар жай зат па, күрделі зат па, физикалық қасиеттер. Кім айтады физикалық қасиеттер? Майлы ма, майсыз ба, қатты ма, сұйық па? Кім айтады физикалық қасиеттер? Кім айтады? Нұрислам айтады. Көптеген қышқылдар айтатын болсақ, мысалы айтатын болсақ, тұз қышқылы, күкірт қышқылы, соларды айтатын болсақ, олар сұйық күйде болып келеді. Сұйық заттар болып келеді. Олар физикалық қасиетіне жатады екен. Сосын ортофосфор, метафосфор, бор сияқтылар, олар қатты заттарға жатады. Осы қатты қышқылдар физикалық қасиеті болып келеді. Сосын айтатын болсақ, кремнийден басқалардың бәрі қышқылдар бізде кіреді екен, қышқылдарға кіреді екен. Өте жақсы. Демек бізде қышқылдар қатты қышқылдар да болады екен. Жақсы, рахмет. Және сұйық қышқылдар болады екен, иә? Енді келесі химиялық қасиеттер дегенімізде қандай заттармен әрекеттеседі? Металдармен әрекеттесе ме, әрекеттеспей ме? Берік, айта қойшы. Металдар тек қана яғни қышқылдар металдармен ғана әрекеттеседі. Яғни олар негізгі оксидтер, негіздермен және де тұздармен әрекеттеседі. Өте жақсы. Мысалы біз қандай бір тәжірибе алатын болсақ, мысалы өрт сынап қаламыз және соның екеуіне де төртеуіне де яғни тұз қышқылы немесе күкірт қышқылын құямыз. Екеуіне де содан кейін барлығына яғни осы магний, мырыш, темір, мыс сымының жаңағын саламыз. Осылай біз барлығын азап қыстырғанда сутектің бөлімін байқаймыз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Демек қышқылдар металдармен әрекеттескенде не түзіледі, балдар? Қышқылдар сутек газы бөлінеді. Және немен қандай заттармен әрекеттесетінін білдік біз. Тұздармен, металдармен және металдардың оксидтерімен әрекеттесетінін білдік. Балдар сендердің алдыларыңдарынан да рефлексия қарап бердім. Ең басындағы мына жерде сабақта қандай бастадым мен, қандай болдым дегенге мына жерде өздерің рефлексияларын жүргізіп отырыңдар. Егер тапсырмасын, егер бір-екі қате жіберген болса, жақсы деп, егер қазір жақсы айтқан болсаңдар, мен сабақ ортасында жақсы атқардым деп белгілеп бағалап отырамыз. Ең соңғысында рефлексияны сабақтың соңын жасайтын боламыз. Балдар, енді қазір бүгінгі негізгі зертханалық тәжірибе қышқылдардың қасиеттерін зерттеу болып табылады. Қазір алдыларына не беремін? Сол реактивтерді мен жұмыс жасаймыз. Жүргізген кезде міндетті түрде не істеуіміз керек? Міндетті түрде не қажет сізге балдар?
заттармен әрекеттесіп, сутегі газын бөліп шығарады. Егер қантқа концентрлі күкірт қышқылын құйсақ, ол қанттан суды бөліп, оны қап-қара көмірге айналдырады. Осы айналушылардың табуға бейімдер транзистерін жеткізген ал. Экран концентрлі күкірт қышқылы тіпті сияқты белсенділігі төмен металдармен әрекеттесе алады. Бірақ бұл кезде сутегі емес, күкірт диоксиді бөлінеді. Күкірт қышқылы химия өнеркәсібінің наны деп аталады. Ол түнәткіш, бояу, дәрі-дәрмек және аккумулятор жасауда таптырмас зат. Үшін күкірт қышқылы. Demek kızlarımız жұмыс жасаған кезде міндетті түрде не киеміз балдар? Қолға және не киеміз? Кім дайын? Дайын оқушылар бар ма? Балдар айтып береміз ба? Дайынбыз ба? Өзіміздің тәжірибемізді жасап көрдік ба? Бірінші топта бізде сендер қышқылдардың ерітінділердің ортасын анықтайды екенсіздер. Негіздерінің әрекеттесуі деген ондай екенбіз. Дайынбыз ба балдар? Топта дайынбыз ба? Егер жасап mana birinchi top жасап көрейікші қана. Так, алдыларында не берілді балдар? Балдар алдыларына не берілді? Мынандай не берілді? Зертханалық жұмыс барысында, басқалар тыңдаймыз балдар. Зертханалық жұмыс барысында не жұмыс жасалды, қалай жұмыс жасалды, не байқалды және реакция теңдеулер міндетті түрде жазып отыруымыз қажет екен. Мынаның бәрін сыртқа шығарыңдар. Не шығарамыз? Балдар не ішінде сыртқа шығарамыз. Так, бастаймыз ба? Бастаймыз ба? Дайынбыз ба? Сутекті көрсетеді бізде не мынау? pH metrдің өзінің астына сұйықтығы болады. pH метрді ашқаннан кейін оны дистилденген суға 10-15 секунд шайып аламыз. Неге? Өйткені өзінің ерітіндісіне не істеуіміз керек? Тазартуымыз керек. Енді не істеймін? Бұл не істейміз? Күкірт қышқылы, күкірт сұйықтығы, біз бұдан кішкене құйып, pH метрді саламыз. Бізге қазір pH метрді көрсетіледі. Сендерді pH метрлері нешені көрсетіп тұр, балдар? Жетіден төменді көрсетті. Бұл деген нені білдіреді, балдар? Қышқылдық ортаны білдіреді. Қышқылдық ортаның бар екенін білдіреді. Яғни қанша болып тұр? Бұл жерде сендер 1,6 болып тұр, я? 1,6 деген 7-ден төмен сан, я? 7-ден төмен сан нені білдіреді? pH көрсеткіші 7-ден төмен болса, ол қышқылдық орта дегенді білдіреді екен. Өте жақсы. Қайтадан істелінген сумен шайып, өз ерітіндісіне салып қояды екенбіз. Менде де pH метр бар. pH метрдің қақпағында өзінің калий қышқылы болады. Хлориді ерітіндісі. Хлориддің ерітіндісі. Біз оны дистилденген суға қарай шайып алуымыз керек. Оның ішіндегі қышқылын кетуге. Ішінде тұзын кетіру керек. Біздер натрий гидроксидінен сәл құйып, оның негізгі ортаға немесе сілкілі ортаға жататын Тексеріп, оны pH метрінің қай санын көрсетіп тұр? Қанша көрсетіп? pH метр 12,68-ді көрсетіп тұр. 12,69-ды көрсетіп тұр. Бұл деген 7-ден төмен ба? Жоғары. Бұл біздің натрий гидроксидіміз сілкілі ортаға қарай жататынын көрсетіп тұр.
натрий гидроксиді сонда сілкілі ошта жатады. Каш метр қандай жеттен жоғары болса, онда ол сілкілі ортаға жатып тұрады. Ал егер жеттен төмен болса, ол қышқылды ортаға жатып Енді екеуінің қышқылды орта мен сілкілі ортаға екеуін бір-біріне біріктірген кезінде бейтарап орта шығады. Ол ортада бейтарап болады, жетістікте тоқтайды. Жақсы, жарайсың. Енді соны іс жүзінде көретін боламыз. Натрий гидроксиді фенолфталин ерітіндісін қосқан кезде қандай түс пайда болды? Малина түс пайда болады, иә? Оның үстінен не қосамыз? Түссізденеді, яғни бейтарап ортана фенолфталин қандай түс береді? Түссіз ортана береді. Өте жақсы, жарайсыңдар. Өзден өтпесе қағаздарына белгілеп, және ертілгені мына жерде жазып, теңгелерін жазып отырамыз. Жақсы. Не істеп жатырмыз? Біздің сынауықта не қандай заттар бар? Балдар айтып өтейік. Қышқылдарды, металдармен әрекеттесуі. Бұл сынауықтарда не бар, балдар? Сынауықтарда мырыш, алюминий және темір металдары бар, иә? Biz mırışken temir sıvı aldık. 2 миллилитр өте жақсы. Қандай қышқыл сендерде? Қышқыл. Күріш қышқылын қосамыз, иә? Екінші пробиркаға не қосамыз? Екінші пробиркаға да не қосамыз біз? Реакция жүріп жатыр. Қараңдар, балдар, реакция жүріп жатқанды көруімізге болады, иә? Үшіншісіне темір металына не қосамыз? Күріш қышқылын қосады екенбіз. Қандай газ бөлінеді беріп? Бағана берік айтып өткенде қандай газ бөлініп жатыр? Қандай газ бөлініп жатыр, балдар? Сутегі газының бөлінгенін көреді екенбіз, иә? Жақсы. Мына балдар мұқият қарайтын болсаңдар, мына жерде газ бөлініп жатыр. Я сутегі газ бөлініп жатыр. Келесі алюминийде реакция негіз қарқынды жүреді, бірақ бұл жерде алюминийдің қабаты бар. Қазір алюминий өзінің қорғаныс қабатынан азып әрекеттесіп болғаннан кейін алюминиймен белсенді әрекеттесетін болады. Келесі бізде балдар қараңдар. Темір металына күкірт қышқылының әрекеттескен кезде реакция белсенді жүріп жатқан жоқ. Неге? Белсенділік қатарында темір белсенділігі төмендеу металдардың қатарында жатады. Енді сутек газы бөлінгенін білу үшін не істейміз? Біз жандырып көреді екенбіз, иә? Бұл дауыстың бөлінуі ненің бар екенін білдіреді бізде? Шынымен де сутегі газының бөлінгенін білдіреді неге? Түсінікті? Түсінікті, иә? Мына жерге неге нені қосқандарыңды жазып, не байқағандарыңды жазып, және реакцияларды жазып отырамыз. Келесі сендерді. Бұл жерде біз натрий карбонатын тәжірибелер атқандай қышқылдарды тұздармен әрекеттесуге.
натрий карбонатының тұздармен қышқылдармен әрекеттесуі болып келеді. Натрий карбонат бізде тұз болады, иә, тұз. Немен әрекеттесетінін көреміз? Күш қышқылмен әрекеттескенін көреміз. Сенде бар ғой? Аз мөлшерде не қосамыз? Күрт қышқылы ерітіндісін қосамыз. Реакция барысында көмірқышқыл газының бөлінгенін жай байқауға болады, иә, балдар? Жақсы, жарайсыңдар балдар, отырамыз. Бірінші болып не істедік? Бірінші қышқылдардың, сіркілердің ортасын анықтадық. Яғни сутектік көрсеткіш егер 7-ден төмен болса, ол қышқылдақ ортаны білдіреді. Егер сутектік көрсеткіш 7-ден жоғары болатын болса, ол бізде сіркілі орта екенін көрдік. Сіркілердің қышқылдармен реакциясы бейтараптану реакциясы екенін білдік. Дұрыс па? Бейтараптану реакциясы нәтижесінде бізде су және тұз түзіледі. Тұз бен судың несі ортасы қандай болады? Бізде бейтарап орта болады. Яғни сутектік көрсеткіш 7 дегенді көрсетеді. Түсінікті, иә? Келесі бізде өзіміз қарап отырғанда енді әрекеттесіп бастады. Неге? Өйткені алюминийдің біздің үйде қолданылған алюминий конструкцияларымыз бар, иә? Алюминий ыдыстарымыз бар. Олар сумен әрекеттесіп кетпейді ғой, дұрыс па? Оның несі бар? Қорғаныш қабаты бар. Сол қорғаныш қабаты алдымен әрекеттесіп, кейіннен металдың өзі әрекеттеседі. Сонда мына ең соңғы бетті ашып қарайықшы, кітаптың ең соңғы бетінде Беккеров қатары бар, иә? Мына балдар Беккеров қатары бар. Осы Беккеров қатарында сутегіне дейінгі металдар қышқылдармен белсенді әрекеттесіп, не түзеді? Сутегі газын түзеді. Сутек газы түзегенін қалай білдік біз? Егер оны отпен жағатын болса, реакция не істейді? Дауыс шығады, пақ деген дауыс шығады. Осы дауыстың бөлінуі бізде сутек газының бөлінгенін білдіреді. Түсінікті, иә? Жақсы. Келесі балдар, негіз қышқылдарының тұздарымен, яғни барлық тұздар, натрий карбонаты, натрий сульфаты, калий хлориді деген тұздармен әрекеттесіп, не түзеді? Мысалы, бұл жерде көмірқышқыл газы және судың түзілгенін білуімізге болады. Иә, сендерде не екенін білейік. Виртуалдың негізі виртуалды зертханалы дегеніміз не? Оны қалай жұмыс жасаймыз, не үшін ол бізге қажет, соны білу үшін мақсат келе ғой, сен алай, өйткені ол бала болсын, иә? Так, айта ғой, Абат. Виртуалды әшке дегеніміз адам үшін виртуалды әлемдегі кіргенде мақсат келе қойшы, не істейміз алдымен? Виртуалды VR очкиге не саламыз, телефон салып көрейік. Мақсат не көріп тұрсың, ішінде бір нәрсе бар ма? Мен бұл жерде көріп тұрған виртуалды очкемен, бұл жерде жаңу реакциялар көріп тұрмын. Бұл жерде оттек пен суттек және де натрий мен оттек жануды қостым. Бұл жерде бұл реакциялар шынайы өмірде қауіпті. Сол үшін мен бұл жану реакцияларын металдық очкемен қосып көрдім. Мен бұл жерде натрий... Не болып жатыр сенде? Жанып жатыр ма? Натрий жануын көрдім. Натрийдің жанғаны бізде өте қауіпті реакция болып табылады, балдар. Оны біз зертханалық тәжірибеде көрсете алмаймыз, өйткені натрий өте белсенді металл. Оны біз не істейміз? Керосинде сақтаймыз. Неге? Өйткені ол жай ғана ауаның өзінде жанып кетеді. Сондықтан ол қауіпті болғандықтан біз не арқылы көруімізге болады? Виртуалды очкилердің көмегімен жандырып, немесе басқа заттарды қосып көруімізге болады екен. Рахмет. Так, қыздар.
Qishqillarning xassiyatlarini zerttеп, ya'ni qishqillarning harakatlashuviin ish жүзінде ko'rib turibmiz. Және buni, ya'ni bu zertxona жұмысida biz virtualda turda da o'rnay olamiz. Және oған bizga Unreal Schemes және Praxis Labs, Science Lab degan programmalar ko'maklasa oladi. Және бұл жерде biz осы арқылы тұз қышқылы мен метил гидроксидінің әрекеттесуін көрсетеміз. Жақсы, қазір бір минут Назым. Балдар қараңдар, біз бұл реакцияны үйімізге алып кете алмаймыз, дұрыс па? Ол тек қана бізде химиялық лабораторияда керек болады, иә? Енді үйге сендер барған кезде мына программаларды айтып жатыр, иә? Қазір Unreal Lab деп айтты, Proxy Labs деді, Chemistry Lab деген тегін бағдарламалар бар. Соны не істейміз? Телефонға орнату арқылы бүгінгі не істегенімізді барлығын телефонда, яғни виртуалды көруімізге болады екен. Ол біріншіден не екен, не үшін қажет екен бізге? Бізге, яғни бізге өте бұл қолайлы, яғни қауіпсіз. Яғни біз химиялық ыдыстар арқылы емес, біз телефон арқылы, яғни виртуалды арқылы орындай алады екенбіз. Кәдімгі істеп көрейікші бір Unreal Schemes программасына кірген кезде бізде араластыру, жану және периодтық кестелер көрсетіледі. Және бұның ішіне кірген кезде, яғни біз өзіміздің виртуалды зертханамызды бастайтын боламыз. Не болады екен? Бірінші стакан шығады. Бізде химиялық ыдыс шығады. Химиялық ыдыстың ішіне, яғни бізде тұз қышқылын қосатын боламыз. Тұз қышқылы, яғни бұл жерде бізде құятын мөлшерімізді көрсетеді. Біз, яғни химиялық ыдысқа 3 мл тұз қышқылын қосатын боламыз. Ал мен бұл жерде бром қышқылын қосып жатырмын. Бұл жерде Назым басқа қышқылды, Айжан басқа қышқылды алып жатыр болды. Және біз тұз қышқылының үстіне индикатордың көмегімен қызыл түске ауыстыратын боламыз. Бұл қызыл түске боялғаны, яғни бұл судың ішінде, яғни тұз қышқылы бар екенін дәлелдейді. Және бұл тұз қышқылының үстіне біз литий гидроксидін қосқан кезде біздің түсіміз, яғни қызыл түстен сары түске айналады. Және бұл жерде бейтараптану реакциясы жүріп жатыр. Өте жақсы. Қараңдар, бағана біз өткізген реакциямызды телефонда да өткізуге болады екен. Яғни бейтараптану реакциясы түзіледі. Бұл жерде Индикаторда қосамыз. Бұл бізде температураны көрсетеді. Және де біз мына жерден негіздерді аламыз, иә? Негіздерді аламыз, литий H. Және де бұны қосқан кезде бізде осындай күлгін түс пайда болады. Неге? Өйткені бұл жерде біз қыздырдық. Айжан қыздырғанын көрсетті. Біз неде спиртовка арқылы қыздырамыз, ол жерде өзі қыздырып, өзі береді екен. Үйде барып көруімізге болады, жақсы балдар. Бүгінгі тақырыбымызды, зертханалық жұмысымызды аяқтады, жарайсыздар. Мен сендерге алдыға таратпа жұмыстар беріп, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылау мақсатында балдар не істейміз? Таратпа қағаздарды береміз. Алдымызға қарап жұмыс дәптерін ашып, осыны топта бірге істейміз. Топта бірге істейміз, жарай ма? Осыны жазып балдар, топта бірге істейміз. Екі-үш ручкамен болған ой. Жақсы балдар, болған оқушы не дейікші, тапала құрамыз, әсінде болыңдар ма? Өте жақсы балдар. Мына қараңдар балдар. Бірінші топ болды, жақсы қалғандары. Қараймыз. Енді қараңдар бірінші балдар. Тұз қышқылы дегеніміз қандай аты не? Тұз қышқыл? Тұз қышқылының аты ашылу формуласы. Келесі бізде күкірт сутек қышқылы. Күкірт сутек деп тұр. H2S. Келесі азот қышқылы. H3, келесі қышқыл, күкірт қышқылы. H2S, 4 келесі қышқыл, көмір қышқылы.
Көмір депті, ортасында көмір тегі бар. H2, CO3. Я келесі қосып қышқылы. H3 па, H2 ма? H3, CO3. Өте жақсы жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Бізде не берілген реакция теңдеулері берілген. Осы реакция теңдеулерін дәптерге жазамыз. Тезді дәптерге жазамыз. Жұмыс дәптерге, бүгінгі жұмыс дәптерге жазамыз. Мына темірдің түп қышқылмен әрекеттесуі. Яғни металдар қышқылмен әрекеттескенде не түзіледі? Бағана дауыстан білуге болады. Сутек газының бөлінуі, дұрыс па? Әрқайсымыз өздеріңіз жазып отыр. Кімге түсінеді? Егер қатарда мына жерде орналасқан, сутегінен кейін орналасқан, иә, соң өз-өздеріңді тексеріңдерші. Қателер бар ма екен? Қате болса, ол ештеңе етпейді. Үйде бір қайталар. Қышқылдар деген ақырды өзіге. Қышқылдар дегеніміз не екен сонымен? Сутегі атомы және қышқыл қалқынан құралған күрделі қосылыстар. Нешеге бөлінеді екен? Оттегі атомына байланысты сутегі атомына байланысты нешеге бөлінеді? Өте жақсы. Қандай заттармен әрекеттеседі екен? Химиялық қасиеттері бойынша металдармен, тұздармен, металдардың оксидтермен негіздермен әрекеттеседі. Қышқылдардың негіздермен әрекеттесуі не деп аталады? Бейтараптану реакциясы. Қандай реакция деп аталады екен? Бейтараптану реакциясы деп аталады екен. Так, виртуалды зертхана дегеніміз не екен? Бізге қажетті дүние ме екен? Нұрдәулет, виртуалды зертханалар қажет. Не үшін қажет екен? Зертханада істей алмайтын күрделі жұмыстарды, күрделі практикалық жұмыстарды сол виртуалды неменен көре аламыз және оны орындай алады екенбіз, иә? Енді егер нелерді тапсырмаларды орындап, бәрін түсінген болсаңдар, мына неге рефлексия қағазына, ол бізде паспорт әдісі деп аталады. Паспорт әдісі арқылы рефлексия жүргізіп, өз-өздерін бағалап жіберіңдер болады. Болса, барлығы түсінікті деп белгілейміз. Сұрақтар болса, сұрақтар қалып кеткен болса, сұрағым бар деп белгілейміз. Егер түсініксіз жерлер болса, түсініксіз жерлер бар деп оны белгілеп қоямыз.